Сәлем баршаға. Бүгін арыстандар туралы айтам. Қандай адамдар ол? Өте көкірек адамдар, мақтағанды қатты жақсы көретін, бірінші орынға всегда өзін қоятын адамдар. Всегда барлық жерде доминировать етіп жүреді. Везде и всегда. Достарының арасында да, жұбының қасында да, жолдасының қасында да, яғни доминировать еткен жақсы көреді. Роскошты жақсы көреді, всегда жоғарыда болған жақсы көреді, целеустремленный болады, всегда тек қана алға, лидерство бар да бұларда, бірінші орында болғысы келеді әрқашан. Бойларында эгоизм басымдау, сосын қызғаншақ келеді. Андай настоящий собственники ғой, қызғаншақ болады бұлар. Қолдары ашық болады, өзінен еш нәрсе аямайды. Неге? Өйткені олар роскош жақсы көреді, всегда жарқырап жүргенді жақсы көреді, сондықтан өздерінен еш нәрсе аямайды бұлар. Қолдары ашық болады. Еркек арыстандар слабый адамдарды көргенде больше заботиться етеді, чем обижать еткеннен гөрі больше заботиться етеді. Ал әйел арыстандар, львицалар, олар слабый мужчиналарды жаман көреді. Слабый мужчинаны әйел арыстандар естіп тастайды. Короче, желательно, если слабый болсаңыз, арыстан қызға жоламай қойыңыз. Көптеген шешімдерді миымен емес, душасымен қабылдайды. Сосын ашуланған кезде на эмоциях көп ошибка істеп қояды бұлар. Жақсы көрген адамына өте адал болады, сосын мысық сияқты болып қалады. Жақсы көргенде бұлардан мақтап, жәндегі арыстаным, настоящий арыстансың деген сияқты, или там львицасың деген сияқты сөздер көбірек айтсаңыздар, прям кәдімгі мысық сияқты болып қалады. Ал ашуланған кезде, енді агрессия кезінде настоящий лев болып кетеді ғой, короче. Мінездері өте ақ көңіл болады, ашық болады, сосын әрқашан сарказммен сөйлегенді жақсы көреді бұлар. Ақша табуы да басым и ақша жаратуы да басым. Яғни бойларында транжирство бар.